Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Алтын және күміс алқалы аналарға жәрдемақы автоматты түрде тағайындалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алтын алқа немесе күміс алқа алқаларымен марапатталған аналарға жәрдемақы тағайындау бойынша проактивті қызмет көрсету кезіндегі адами факторды толығымен алып тастады, деп хабарлайды Ел-Каза ақпарат агенттігі. Бұдан бұрын, осы жәрдемақыны проактивті форматта тағайындау кезінде азаматтарға арналған үкімет, мемлекеттік корпорациясы, КАК және еңбек менінің аумақтық департаменттерінің қызметкерлері қатысуымен қажет болып, нәтижесі 7 жұмыс күніне дейін созылатын еді. Ендігі жерде аталған қызметті проактивті форматта алған кезде жәрдемақы тағайындау ақпараттық жүйе арқылы жүргізіледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.